Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біл. Ассалаумағалейкум көпшілік. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Көп қазақтар ащы шындықты қабыл алмайды, және ащы шындыққа бетпе-бет келгеннен қорқады. Олардың ащы шындықтан қорқатындығы, олар үнемі өздерінің қиялдаған сәби сияқты тәтті қиялдарына сай келмейтін реал өмірдегі оқиғалар болған кезде олар қатты түңіліп кетеді. Мысалы, Украин мен Орыс соғысында олар керемет тәтті сәби сана сезімдерімен Еуропа мен Америка бірігеді де Ресейді тасталқан қылады деді. Бірақ өмірде ондай тәтті ертегілер тек баладар ертегілерінде, картун фильмдерде болады, аңыздарда болады. Бірақ реал өмір ол басқа, айналайын азаматтарым. Реал өмір ол әлде қайда ащы. Ол Америка Украинаны қолдап жатқаны менен Еуропаның ішкі жағынан ресейшіл күштер жүктеліп жатыр. Себебі Ресейден ақша жасап отырған үлкен миллиардерлер бар. Олар саясаткерлеріңді қолдау ойнатады. Бұл осы шындықты қабылдау қиын соғып тұр. Себебі бұл дүние жүзінде, бүкіл дүние жүзінде бір адамның ғана бұйрығы болатын, бір адам ғана барлық нәрсені шешетін, Америка барлығын, әй Франция сен алай бар, әй Германия сен бүйт дейтін, ондай жүйе жоқ. Мүдделердің қалың қақтығысының ортасынан қайшалысқан біріне бірі кей салада одақтасып, кей салада қарсы тұратын қалың мүдделердің арасынан барып мәселе шешіледі. Қазақ мәселесі де сондай. Ойламаңыздар, Тоқаевтың екі қолы қанға малынды, Тоқаев Путиннің одақтасы енді Америкаға келіп, Тоқаевты тарс еткізіп ата салады деп. Өйтіп ататын болса, анау солтүстік Кореydегі семізді үшінші ұрпақ келе жатыр. Атасы биледі диктатор болып. Одан оның әкесі биледі. Енді қазір мынау немересі міне өткенде аспанға қаратып тағы зымыран ба, ракета ма бірдеңесін атып жатыр. Соны неге атпайды? Ал неге Иранның қорғаныс министрін Трамптың кезінде төбесінен атып өлтірді? Неге Каддафи өлді? Неге Саддам Хусейн өлді? Ал неге жаңа солтүстік Корейдікі өлмей тұр? Мен енді осы ащы шындықты түсіндірейін. Каддафи мен Саддамның өлуі, олар орыстың жақтасы болды, және олар батыстың ортақ мүддесіне қарсы тұрды. Яғни олар мұнай мен газды ол қару ете отырып, мұнай мен газға бағытталған әлемдік доллардан бөлек финансты орнатқысы келді. Енді оларға долларды негіз еткен батыстық жүйе оны көзін құртпай тыныштаппайды. Және олардың қолында ресурс болды. Енді қазір Путин газды рубльмен аласың деп отыр. Батыс дүниесі, әсіресе газға тәуелді Еуропа амалсыз алды да Путинге күніне 1 миллиард доллар төлеп отыр. Ал Путиннің соғысты 3 ай жалғастыратын ақшасы сол күніне тауып отырған 1 миллиардтан. Ал бұл жерде батыстың саясаткерлер мың жерінен олигарх мықты болғанмен, ол өз мемлекетінде жеке меншік газ саудасымен айналысатын, және керек десең саясатқа ықпал ететін олигархтарға олардың да мүдделі тұстары бар. Сондықтан мынау халықаралық саяси қатынастарды ойлаған кезде тым қарапайым ойламаңыз. Маған кәдімгідей осы көп көрім университеттің мұғалімі болып сабақ беріп жүрген ағадарымыз қоңырау шалып, секе түсінбей кеттік, мына лекцияңды алай айттың, мына лекцияңды былай айттың дейді. Дүниеде тек ақ немесе қара деген екі рең жоқ қой. Жаратушы мына дүниені жаратқанда қараш қаншама рең берді. Ақ, қара, көк, сары, қызыл, жасыл жетеді мысалы дүние деген. Мына менің жейдемнің өзі ақ-қара шыбар болып тұр. Онда екі ақ реңнен тұратын дүние жоқ қой. Сондықтан мынау мәселені ойлаймын. Егер батыстың солшыл демократтары солқылдақтық жасамағанда, Сталиннің екі шпионы қасында, біреуі кеңесшісі, біреуі
көмекшісі болмағанда, Сталинге сынбағанда, коммунистерге бүйрек бұрмағанда, қорқақ болмағанда, Рузвельт пен Черчилль бүкіл шығыс Еуропаны коммунистердің, орыстардың темір табанның астына қалдырар ма еді? Қалдырмас еді. Германия екіге бөлініп 93 жылы әрең бірігер ме еді? Германияның жартысын орыстың табанына қалдырмас еді. Бүкіл шығыс Түркістан Оспан Батырға көмек беруді тоқтатып қойып, Оспан Батыр шахид болып Қытай коммунистерінің қолынан атылар ма еді? Атылмас еді. Қазақ шығыс Түркістанның өзінде азат мемлекет құратын еді. Ал бүкіл Қытай коммунистеріне қолдау көрсетіп, Қытай демократтар сол кезде дара билеуші болғанмен Қытайда республикалық түзім орнатқан өзі христиан Жан Кайшіні көмексіз қалдырар ма еді? Басында оны қалың ақшамен, қаржымен қолдады да, артынан коммунистерге бүйрегі бұрып, коммунистерді қолдап, Қытайды коммунистер алып кетті. Егер солшыл демократтар коммунистерге сатылмағанда, бүйрегі бұрылмағанда, 72 жыл ма, 73 па, Біріккен Ұлттар ұйымынан Қытай республикасын қуып шығып, орнына Қытай халық республикасын, яғни коммунистерді әкелер ме еді? Міне, егер Корей соғысы болмағанда, баяғыда Тайванды коммунистер жаулап алар еді. Корейде соғыс болды да, коммунистердің Тайванға шабуылдайтын шамасы қалмады. Себебі Корейде 1 миллион Қытай коммунист өлді. Сондықтан мынау державалар, алыптар бұл жерде кейбір мәселені батыстың солқылдақ саясаты шешеді. Неге анау солтүстік Корейдегі 3-ші ұрпақ диктатор аман тұр? Себебі ол аман тұрмаса, Жапония мен оңтүстік Кореяда Американың әскери базасының тұратын ешқандай негізі қалмайды ғой. Міне, балансты сақтап отыр. Сондықтан қазақтың мүддесін батыс керемет. Ертең Тоқаев деп Америка аспаннан армия түсіріп, Еуропа бүйтіп, Тоқаев тарс еткізіп соттайды екен демеңіздер. Тоқаевты тіпті Путин мен Ши Цзиньпин өліп, Ресей мен Қытай тасталқан болса да, Тоқаев аман қалып қалу мүмкін. Егер қазақтар қаулайлым деп ән айтып, мәз болып, шетелден біреу кеп, Еуропа, Америка кеп, бізге жақсылық орнатады екен деп отырсаңдар. Ешқашан жақсылық орнамайды, өздерің ұмытылмай. Естеріңізде болсын. Әрбір келетін саяси орайды өздеріңіз ұмытыласыздар, өздеріңіз тырысасыздар, сонда ғана жақсылық орнайды. Жақсы, аман сау болыңыздар. Көптен бері Фейсбукте тікелей эфир сөйлемей кеттік, бірнеше ай болды. Мына эфирімді таратып, таралу мөлшерін, әрбір бөлісу санын, поделиться, перепосттың санын 1000-нан асырсаңыздар, бүгіннен бастап Фейсбукте де тікелей эфирді қатар сөйлейміз. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.